Уақыт ең арзан әрі ең қымбат дүние. Уақыт ол өмір, ал уақыт бос өтсе, ол өмірдің бос кеткені. Өмір жастық шақта ұзақ, кәрілік жеткенде қысқа көрінеді. Уақытты жоғалту мал дүниені жоғалтқаннан да қатерлі. Дүние қайтып келуі мүмкін, ал уақыт ешқашан қайтып оралмайды. Сен күндерден тұрасың. Күндердің өтуі бір бөлігіңнің кетуі. Уақытты жоспарлау үшін жұмсалған уақыт ысырап емес. Адамзатқа танымал тұлғаларда да тәулігіне 24 сағаты болған. 5 нәрсе келмес бұрын 5 нәрсенің қадірін біл. Кәрілік келмей тұрып жастығыңның, ауру келмей тұрып саулығыңның, кедейлік келмей тұрып байлығыңның, қарбалас болмай тұрып бос уақытыңның, өлім келмей тұрып өміріңнің. Әрбір минутпен адамның өткені көбейіп, келері азая береді. Сондықтан уақытыңды жүйеле. Айлық, күндік жоспар құрып дағдылан. Уақытын тиімді жұмсайтындарға жақын бол. Ата-анаңды жиі қуант. Балаларыңды ойнатуға уақыт бөл. Білім ізденуге көңіл бөл. Мұқтажға садақа беріп тұр. Бос уақытыңды түрлі жақсы амалмен толтыра жүр. Ең жақсы адам ұзақ жасап, жақсы амалы көп болған адам.